Тұлғалық грамматиканың басты мақсаты тіл деңгейлерін қатаң тәртіппен жіктеп бөлу. Тіл ғылымында мұны бір жүйелі талдау, моносистемный анализ деп атайды. Өйткені мұнда әр деңгей өз ішінде жеке-жеке талданады. Тіл жүйесіндегі жеке-жеке жүйелердің әр қайсысы бөлек-бөлек зерттеу нысаны болады. Сондықтан да дәстүрлі тұлғалық грамматиканы сипаттауда деңгейлеп бөлу, жүйелеп жіктеу бағыты басты критерий ретінде алынады. Дыбыстардан бастап күрделі синтаксистік құрылымдарға дейінгі деңгейлік жүйені қамтитын дәстүрлі грамматиканың ізденістері бүгінгі таңда екі бағытта. Тіл жүйесіндегі ең ұсақ бірліктерді табу, аллофон, немесе тіл жүйесіндегі ең ірі құрылымдық бірліктерді табу, мәтін, бірдей жүргізіліп келеді. Дәстүрлі грамматикалық зерттеулер тілдің формальдық жағын нысан етіп алады да, дыбыстардан бастап тілдегі күрделі құралдарға шейін қарастырады. Мәселен, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының соңғы жылдары жүргізген іргелі зерттеулерінің нәтижесінде шығарылған қазақ грамматикасында тілдің қазіргі сараланған 4 деңгейі де фонетика, сөз жасам, морфология, синтаксис қамтылған. Бұрын морфология саласының құрамында қарастырылатын сөз жасамның қазақ тіл білімінде де жеке деңгей ретінде қарастырыла бастауы тұлғалық грамматиканы деңгейлеп бөлу, жүйелеп жіктеу сипатына дәлел бола алады. Сөз жасам саласы жаңа сөз жасаушы морфемаларды, ал морфология саласы сөз түрлендіруші грамматикалық тұлғаларды бөліп қарастыру нәтижесінде сөз жасам мен морфологияның әр қайсының өздеріне тән қырлары мен зерттеу нысандары айқындалған. Тіл білімнің тарихында 20 ғасырдан бастап кейбір лингвистер Фердинанд де Сассюрдің тіл сөйлеудің негізінде пайда болған абстрактілі жүйе, ал сөйлеу осы жүйені адамдардың қолдануы, актуализациялануы деген тұжырымның негізінде тілді тек тұлғалық жағынан бір жақты қарастыру жеткіліксіз болатынын түсінді. Осыған байланысты тіл біліміндегі зерттеулер де өзінің бастау нүктесін, точка отчеты, өзгертті. Яғни ондағы бірліктер жұмсалымдық қасиетіне қарай сипатталып, топтастырылатын болды. Сөйтіп, бүгінгі таңда жұмсалымды грамматика тілді зерттеудің басты бағыттарының біріне айналды. Жеке бірліктердің есімше, көсемше, рай, жақ, тағы басқа көрсеткіштері жұмсалу өрісін анықтау үшін алдымен морфологиялық тұлғалар мен синтаксистік құрылымдарды тілдік таңба ретінде тану керек. Қай тілде болмасын, бұл үрдіс мектеп грамматикаларынан басталады. Яғни грамматиканың әліппесі тіл жүйесіндегі морфологиялық тұлғалар мен синтаксистік құрылымдарды ажырата білуде жатыр. Мұның өзі тіл жүйесімен танысудың бастапқы кезінде жүзеге асатын морфологиялық және синтаксистік талдауларға негізделеді. Жұмсалымдық бағыттағы зерттеулерде тілдің құрылымдық жүйелілік жағы мен жұмсалымдық жағы бірлікте қарастырылады. Яғни грамматикалық бірліктерді, топтар мен категорияларды қамтитын тұлғалық, жүйелі грамматика мен осы тіл құралдарының сөйлеу кезіндегі жұмсалу заңдылықтарын сипаттайтын жұмсалымды грамматика бір-бірімен тығыз байланысты. Тіл бірліктерінің жұмсалымдық өрісін анықтаудағы мақсат не? Олардың қызметі мен мағынасы дәстүрлі, құрылымдық грамматикада айтылады емес пе? Деген заңды сұрақ туады. Иә, айтылады. Бірақ мұнда тіл бірліктерінің жұмсалу мүмкіндігі, потенциал, толық ашылмайды. Тұлғалық грамматикада тіл деңгейлеп тігінен бөлініп, әр деңгейдің өз бірліктері анықталғанымен, олардың тіл бірліктерінің жұмсалымдық мүмкіндігі, потенциалы толық анықталып болған жоқ. Деңгейлеп тігінен бөлу кезінде де тілдің орталық және шет мағыналық бірліктерін байқауға болады. Бірақ тұлғалық грамматикада тілдің орталық басты бірліктері ғана қарастырылады да, қосалқы жиектері назардан тыс қалады. Дәстүрлі грамматикада бір тұлғаның бір-ақ мағынасы, мәселен, өткен шақ есімше, келер шақ көсемше, бұйрық рай және тағы басқалары көрсетіледі. Ал тіл бірліктерінің қай-қайсысы болмасын, жұмсалымды және көп мағыналы болып келеді. Айталық, көсемшелер шақ көрсеткіштері бола алуымен қоса, тіл жүйесінде толып жатқан аспекті де жұмсалынады. Күрделі етістік жасауға жұмсалады, үстеу сөз табын жасайды, сөйлемде бірыңғай мүше жасауға қатысады, бағыныңқы сөйлемдерді бір-бірімен сабақтастырады және тағы да басқалары. Жұмсалымдық грамматика тілді жүйелік құрылымдық тұрғыдан зерттеудің әрі қарайғы жалғасы дегенмен, оның әдіс тәсілі бұрын тіл білімінде қолданылмаған, жаңа болып табылады.
Бұнда тіл жүйесі бір-бірімен байланысып жатқан элементтердің тұтастығы ретінде ғана сипатталып қоймайды. Сонымен қатар сөйлеу кезінде белгілі бір мақсатқа жұмсалатын элементтердің тұтастығы ретінде де танылады.